қаласа бүгін шырайлы Шымкент қаласында көгершіндер ұжымы үлкен той жасап жатыр. Соған қатысып, күліп ойнап, ләззаттанып, бүгін күнді жақсы өткізулеріңізге тілектеспіз. Шымкент қаласының тұрғындары және қала қонақтары, бүгінгі Шымкент мемлекеттік зообағында өтіп жатқан Гүлсар клубының ұйымдастыруымен халықаралық деңгейдегі көгершіндер көрмесіне қош келіпсіздер. Дана қазақ аққуды махаббатты, қарлығашты мейірімді, бүркітті ержекті сипаттаған, ал көгершінді тек қазақ халқы емес, бүкіл әлем бейбітшіліктің құсы ретінде біледі. Сондықтан бүгінгі көрмені баршаңызды ат салысуға шақырамыз. Олай болса, көрмені ашып беру үшін ортаға Шымкент мемлекеттік зообағының директоры Бұқарбаев Нұрғазы Бақтыбайұлына сөз кезегін береміз. Әрине, бүгін өте қуанышты күн. Құрметті көгершін сүйер қауым, қош келіпсіздер зообағымызға. Әрине, бүгін бір мейрам деп санасып болады. Себебі біздің зообақтың көп жылдан бері осындай ойымыз бар еді. Бір рет алдын, 3 жыл алдын өткізген еді осындай конкурсты. Біздің зообаққа осы конкурсқа Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Қазақстан түпкі қалаларынан келіп жатқан 250-ден астам қатысушылар бар, 2000-нан астам көгершіндер бар, 10 түрі бар. Бекітілген 10 түрінің арасында қазір сайыс болады. Құдай қаласа құтты болсын. Бізде тағы бір айтар кететін, телевидениені пайдаланып айтайын деп жатқаным, осы Рустамбек деген осы біздің қалалық көгершіндер клубының төрағасына рахмет. Осы ұйымдастыру жұмыстарына жақсы етене қатысып, Шымкент қаласында жақсы бір мейрам сыйлап жатыр. Бірлесіп зообақпен бірге. Тағы бір айтады кететін, жылда осындай конкурстарды өткізсек деген ой бар. Если осы сіздер келіссеңіздер, біз жылда келісіп көктем болмаса күзде өткізетін ойымыз бар. Біз дайынбыз. Рахмет. Онда сөз сөйлейтін сіздер келіңіздер. Ағаларымыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Бүгін Шымкент қаласында үлкен мейрам болып жатыр. Шымкент қаласының Гүлсар клубы сапатпен бірігіп үлкен мерейтой жасап жатыр. Шымкент кептершілер арасында дүниеге танымал қала болады. Сондықтан біздің қалаға бүгін шет жақтан, алысты, жақын жерлерден өте үлкен көп қонақтар келіп жатыр. 1,5 мыңдай, 2 мыңдай кептер келді. Құдай қаласа, тойымызды ашық деп жаралаймыз. Құтты болсын. Кезекті жаңадан бері өнер көрсетіп жатқан Түлкібас ауданы Біреусов мектебінің өнерпаздарын қарсы алайық. Буквально зашел, надо. Ну, с приездом 150. Просто я чуть куплю, бля, я вот Канарейки оптом.
той қалай? Сенің мнениең бойынша жақсы отырып жатыр ма? Қонақтар қаяқтан келіп жатқан екен? Сол көргендерден айтса енді. Көп жерлерден келіп жатыр ғой. Ташкенттен келіп жатыр. Андай еді. Тәжікстаннан келіп жатыр, Алматы, Қазақстан көп жерлерден келіп жатыр. Тамаша өтіп жатыр ыстыққа. Көгершілер. Пару мнений, братан, о сегодняшнем дне, о сегодняшней выставке. Выставка прекрасная, в хорошем зоопарке. Поздравляю вас. Спасибо, спасибо. Всем хороших голубей. Да, И здоровья. вам также. Рахмет, брат, рахмет. Қарасу елді мекенінен баяғыдан келіп жатқан кептарбас бір-екі ауыз өзінің жылы сөздерін білдіріп жіберсін. Надеюсь, сюда поворот. Впечатление от сегодняшнего дня? Хорошее. Спасибо, кто организовал это. Иншаллах. Вот. Нам уже пенсионеры мы. Когда-то мы тоже организовали. Покойный Акбар, все живы, здоровы были. Теперь сейчас на пенсии. Аллах шукр, нормально все. Повсюду приехали ребята. Молодцы. Все, рахмет сіздерге де. Кеп тұрыңыздар, шашамаңыздар. Шикарно проводится выставка на высшем уровне. Все для людей, все для птиц в зоопарке, в тени. Много народу, много гостей. Все, благодарим администрацию. Дай Аллах, здоровья, чтобы еще лучше, еще больше было. Еще лучше. Все, рахмет, спасибо большое. Түркістан қаласының құрметті азаматы бір-екі ауыз өзінің жылы сөздерін білдіріп жіберсін. Мейрамдарымыз құтты болсын. Құда қаласа осы мейрам болғаннан кейін бәріміз басымыз қосылып тұрып, Иншаллах. бір-бірімізді көрсек кішкене ғанимат бәрімізді құса билеп кетеді. Бұл құс ауру емес. Бұл ана наркомандар ауылдар арасында. Бұл демалыс адамға. Бұл жақсы. Рахмет әке. Рост, посадка. Ата-анасы сауырға берді ме? Қызын қалды. Күннің впечатленияларын айтса, қалай? Жақсы жеттіңдер ма? Жақсы жеттік. Праздник жақсы өтіп жатыр ма? Тамаша өтіп жатыр. Рахмет сіздерге. Арыс орында тұр ма? Арыс орында. Жігіттер шашап жатқан жоқ па? Шашап жатқан жоқ. Сол аз келдіңдер ғой бүгін? Жоқ, көппіз. Көпсіңдер ма? Әр жерде тұр. Әр жерде ма? Жоқ, дұрыс. Арыстың жігіттеріне дұғай сәлем. Рахмет бәке. Рахмет бәке. Hoş gelipsizler. Bana Arıs'ın bülbül jigitleri gelip otur. Özlerinin bir-екі ауыз сөздерін айтып жерсін бүгінгі күнге деген. Құда қаласа ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға көп рахмет. Кептер бағамыз бірінші, екінші сыныптан бастап 7-8 жасымыздан Аллаға шүкір әлі күнге осы қызығушылықпен келе жатырмыз. Құда қаласа осында жеңдер көп болсын, жастарымыз
мектептерде бейбітшілік құсы дейді. Елімізде бейбітшілік болсын, тек қана жақсылық болсын. Рахмет, әке. Алла разы болсын. Вот это настоящий Христос. Это настоящий Христос. Это, видите, значит, он еще не порвался, ничего всего. Вот мальчик. Наверное, девочка. Девочка. Шикарная девочка. Да. Здесь еще ничего не дали, не видел. Все, белый пойдет, все. Да, видишь, даже если два этичных тоже не надо. Нет, ну если мы первый... Если птица хорошая, Этот вообще второе, маленький. третье место. Надо дать достойно. Это настоящий Христос, вот это полторят. Володь, вот заслуженный голубер Казахстана Владимир Чекризов. Ваши впечатления о сегодняшнем дне? Все хорошо, прекрасно, даже погода нас сегодня радует, не так жарко, да? Да. Но вообще здесь место проведения, конечно, отличное. Дай бог, чтобы вот Бургазы нас, директор этого заведения Приютил, так сказать, приютил, да, взял под крылышко. Ну, депутат все равно должен как-то. Все хорошо, все прекрасно, голубей много, организаторы, вот они, все хорошо, музыка. Голуби хорошие, все хорошо. Все, дядя Володь, спасибо большое. Удачи вам, не хворать. Спасибо. Принимает или у вас отдельная порода? Можно брать. Каких голубей надо было? задний чуб, передний чуб, бля. Ладно, давайте, кидайте. Длинноперый, на. Давай, кидайте. Я вот это Красного, да. Карапы, отвечаешь. На вас нашел. на собрании кто не говорит, они забочимся. Улетал? Размер, да, размер соответствует. Да, ты шестой сберок где-то, нет, шестой. Ну вот он. Раз, два, три, четыре. Молодцы, спасибо большое. Слишком много, да? Пару отсюда. А кто же начал голубку? Или самец? Не знаю, голубка будет самец. Самец? Да? Железный песком. Да, у него размеры, все, стандарты полностью входит, он такой же будет. Что, берем? Шесть это толстый. Все продать, старые. Сколько ему? Только честно, он взрослый. Зимой вышел, январь, февраль. Ну все, как? У меня пенсия начислена. Смешно? А, окей. Братчики Николай, кишки хаварласın. Вот, да. Это видите? Четвертый, пятый. Так, четвертая. Девочка. Шикарная девочка. Здесь еще ничего не дали, не видел. Да. Правильно. Некоторые два не долиняли. Если то даже три не долиняли, тоже Три уже
разговор нету. Есть, которые на яйца. Ну вот этот сядь на яйца. Слишком критично тоже не надо. Нет, ну если мы первый... Птица хорошая. Нет, первый... Надо делать нормально, надо людям глаза объяснять это все. Да. Если, например, вы чемпионы, надо людям глаза сейчас, из двух этих выберем, от какой пошел, видишь как? Да, пошел. Да, Под твоего? Да. Джай. Давай этот. Молодой. Этого года. Этого года, да. Нормально. Я тебе тоже, я с тобой так. Да, так. Со всеми. Все, хозяина передайте. И bunu ne kılamız? Жазбан бана тарат беріп жөнler болды. Давай, я... Вот ты два одинаковых, ты знаешь, что такое кошак? Славик, вы вот эту хуйню... Это материал, все, кошак. Вы сейчас до того доведете, да, наша молодежь, он не поймет. После нас они потом... Правильно. Если у узбека глаза должны быть нормальные, глаза вот такие, он должен такой, никакой кошак, не сладкий. 5 кошаков по 5 миллионов, по 3 миллиона, люди не знают. Но это материал. Потом, на выставку пускают, нет, вот слушайте, на выставку все. Хочешь, сиди дома, здесь совсем другое. Правильно. Вот я такого мнения. Да у всех мнение такое. Я говорил, так всегда буду говорить. И идите к этому. И стандарт должен быть 37. Я понимаю, у меня тоже 38 дома. Мемлекеттік зообағының әлеуметтік желідегі инстаграмдағы Шымкент зоо парақшасын белгілеуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Одил. Аяқтауына орай бүгінгі Гүлсар клубының жетекшілерін және марапаттау үшін Шымкент мемлекеттік зообағының директоры Бұқарбаев Нұрғазы Бақтыбайұлын ортаға шақырамыз. Құрметті қатысушылар мен көрермендер, енді сөз ашу керек. Мен байқадым, жаңа бірінші, екінші, үшінші орында оңай болған жоқ. Тартысты болды, жюридің мінезі мықты екен байқалды, көрінді ана жерде. Айқайшылар көргеншілердің әдемілігі соншалықты адам өзі есіне қалпылатын жағдай бар екен. Мен енді сөзді Бәкеңге берейін. Ассалаумағалейкум, құрметті құсүйер қауым, құрметті қонақтар, құрметті Шым қаланың тұрғындары. Бүгін үлкен дүбірлі той өтіп жатыр. Нұрекеңе үлкен алғыс Гүлсар клубынан осы біздің тойымызды демеп, ат салысып, үлкен көмек көрсетті. Алла разы болсын бұл кісіге. Иншалла, Құдай қаласа, осымен тоқтап қалмайық. Арында осы бірлігімізді жалғастырайық, Құдай қаласа. Үлкен тойларға келе беріңіздер, Құдай қаласа.
Бүгін Шырайлы Шымкентімізге бізден қонақ болып келген, Ташкент қаласынан келген қонақтарды шақырамыз. Тойчыбаев Шахрух. Қол шапалақ жігіттер, қол шапалақ. Камилов Хасан. Сабир Фурхат. Вахидов Адыл. Құтты болсын. Тойымыздың ең осы не үшін жылын алғанымызды атап өтейік, Құдай қаласа. Бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдар берілейін деп жатыр. Үшінші орыннан бастаймыз. Диплом үшінші дәрежелі Ахметов Ринат, Духчубый Челкар. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Нұрекеңі. Ерке Бұлан Мейірбек, Духчубый Гүлбадам. Үлкен дүбірлі тойдың жеңімпазы Мирзой Бахтияр, Духчубый Нават. Өзбекстаннан келген қонағымыз бүгінгі бас жүлдені жеңіп алды. Бұл болған жігіттер. Бүгінгі үлкен дүбірлі тойдың жеңімпазы Мирзой Бахтияр, Духчубый Нават. Өзбекстаннан келген қонағымыз бүгінгі бас жүлдені жеңіп алды. Бұл болған жігіттер. Чемпиондық қол шапалақ тағы да бір рет. Рахмет. Ал жігіттер, енді Гүлсар клубтың атынан осы шырайлы сапарымыздың директоріне өзіміздің рахметімізді айтқымыз келеді. Бүгінгі күннің осындай әдемі жақсы болып өткеніне бірден бір себепкер кісі бұлар Бай Нұрғады ағамызға дуғол шапалақ жігіттер. Бірлігіміз одан әрі шыңая берсін, Құдай қаласа. Бұдан да үлкен дәрежеге жете берейік. Рахмет, ұзат olsun. Ал, құрметті қонақтар, барлығыңызды үлкен дастарханға шақырамыз. Келіп
ашқан дәм ауыз тиіп кетіңіздер. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Aldı bizden birinci.